Қайырлы күн достар, сіздермен Гүлім, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін мерекелік салат рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл салат небәрі 5 минутта ғана дайын болады, сондықтан видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге қажетті ингредиенттер: ет, жұмыртқа, қызанақ, қияр, горох, картофель пай, майонез және де татымына қарай тұз. Ет, қияр, қызанақ және де жұмыртқаны видеодағыдай ұзыншақ жіңішке етіп турап аламыз. Достар, сіздермен алдағы уақытта түрлі видео рецепттермен бөлісетін боламын, сондықтан каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Туралған ингредиенттердің барлығын ыдысқа салып, артынан горох салып, майонез және де татымына қарай тұз салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Салатты тарелканың үстіне салып, үстіне картофель пай себеміз. Біздің мерекелік салатымыз дайын болды. Осындай қарапайым ингредиенттерден дәмді әрі әдемі салат жасауға болады. Осы салатты жаңа жылда жасап, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Келе жатқан жаңа жылдарыңыз құтты болсын.